Батыс Қазақстан облысы бойынша үздік ауыл әкімі республикалық конкурсының үміткері анықталды. Бұл байқау туралы Батыс Қазақстан облыстық деңгейдегі өңірлік комиссияның отырысы өтті. Аталған конкурсқа біздің аймақтан 9 ауылдық округтің әкімдері қатысты. Комиссия Тасқала ауданы Мерей ауылдық округінің әкімі Орынбек Насибуллинді үздік деп танытты. Өңірлік комиссияның отырысында ауылдық округ әкімдерімен жеке әңгімелесу жүргізіліп, олардың жобалық жұмысындағы ұсыныстарының креативлігі мен мотивациялық эссе мазмұны, әкімдердің атқарған қызметі туралы анықтамалық ақпарат ескеріліп, жергілікті әкім жұмысының тиімділігіне халықтың қанағаттану деңгейін анықтайтын сауалнама қорытындысы мен мемлекеттік қызметшілердің этикасын сақтау мәселелері де қаралды. Байқауда ауылдық округ әкімдерінің түрлі жетістіктері, жобалары ескерілген. 3 жылға арналған жоба болды менде. Ол ауыл шаруашылық өндірістік кооперативтерін құру. Сол ауыл шаруашылық өндірістік кооперативтерін құру арқылы біз ауылымыздағы азық-түлік, яғни ауылдан шығатын өнімдерді дамыту, бұған деген ет, сүт деген сияқты өнімдер кірді. Сол себептен біздер осы нені таңдадық. Яғни шаруа қожалықтары өздері алдына енді дамып кетті. Ал енді тұрғындарға бір өздігінен шаруа қожалық ашу қиын болғандықтан бір кооперативке бірігу жөнінде тұрғындар бірікті. Округ тұрғындарының негізгі тіршілігі ауыл шаруашылығына негізделген. Елді мекен тұрғындары төрттілік мал санын арттырып қана қоймай, оның асылдануына да мән беріп отыр. 2023 жылдан бастап округте қой бағатын ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі құру жоспарланған. Ауылдағы дәрігерлік амбулатория мен 2 фельдшерлік пункт халыққа қызмет жасаса, Мерей орта мектебі күрделі жөндеуден өтуде. Биыл 18 гектар алқапқа қоғамдық бақша ұйымдастырылған. 67 шаруа қожалығы, 1 жауапкершілігі шектеулі серіктестік, 26 жеке кәсіпкер мен 3 өндірістік кооператив ауылдың негізін құрап тұр. Мерей ауылдық округі тірек ауылдарының бірі болып есептелінеді. Соған сәйкес көптеген көрсеткіштеріміз жоғары болғасын біздер аудандық кезеңнен өтіп облыстық кезеңге қатысқан болатынбыз. Облыста енді 9 аудан қатысты. Конкурстың шарттарына сәйкес онлайн сауалнама жүргізді тұрғындармен. Онымен қатар ауылдағы жұмыспен қамту, әлеуметтік орындардың жұмыс жасауы, сонымен қатар аз қамтылған отбасылардың жоқ болуы, қылмыстың болмауы, осындай категориялар бойынша деген сынаған болатын. Өңірлік комиссия ұсынылған жобалардың барлығы да ауылдағы ағайынның әл-ауқатын арттыруға бағытталған, тиімді және жүзеге асыруға тұрарлық деп тапқан. Нәтижесінде ауылдық округ әкімдерінің арасынан өңірлік конкурстың жеңімпазы болып Тасқала ауданы Мерей ауылдық округ әкімі Орынбек Насибуллин танылды. Ол республикалық деңгейде облысымыздың беделін қорғау құқығына ие болды.